Бір сәтке есіңе түсір, дәл 8 жыл бұрын сен кім едің? Қаншада едің және немен айналысып жүрген едің? Қандай нәрселерді өзгерткің келер еді? Ал енді елестетіп көр. Егер сен дәл осы ой-санаңмен, өмірлік көзқарасыңмен, біліміңмен 8 жыл бұрынғы өзіңнің денеңе түсіп кеттің. Қазіргі өміріңді ең керемет ету үшін 8 жылда не істер едің? Йоу, барлықтарыңа сәлем. Ал мен Бақберген Сұлтан. Ал біз бастаймыз. 8 жыл бұрын мен 14 жасар 8-ші сынып оқушысы едім. Өте ұялшақ, өзіме сенімсіз, сабақты жақсы оқуға тырысып жүрген бала. Қазір қарасам, көптеген нәрселерді өзгерткім келер еді. Бәрінен де бұрын ең маңызды нәрсе ол уақыт. Қазір өз сүйікті ісіммен айналысу үшін уақытым өте аз. Тіпті демалыс күндердің өзінде уақыт аз табамын. Сондықтан ең бірінші өзгертетінім уақытымды қажетті, пайдалы істерге арнау. Өзімнің сүйікті ісім блогерлықпен айналысуды сол кезден бастап кеткенімде, қазір сендер миллионнан астам жазылушысы бар каналды көріп отқан болар едіңдер. Қазір сол кездерді еске түсірсем, мықты телефон, компьютер болмаса да бос уақытымды ойынға, видео көріп, телефон шұқылауға жұмсайтынмын. Әрине, өзгертетінім сол жұмсалған уақытты пайдалы іске жұмсап, өзімді дамытуға уақыт арнар едім. Ал енді қараңдар, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптар бойы кем дегенде 1-2 сағат дене жаттығуын жасаған болсам, универге түскен моментте кәдімгідей качок болар едім. Яғни екінші өзгерткім келетін дүние ол жаттығу. Жаттығу деп тек қана дене шынығуды айтып жатқан жоқпын. Дене жаттығуларынан бөлек сөйлеу мәнерімді, адамдармен тіл табысып кету, оңай тіл табысып кету қабілеттерімді, және тағы да сол секілді лидерлік қабілеттерімді жаттықтыратын едім. Ал ол қабілеттер келесі өте маңызды өзгерткім келетін нәрсе үшін қажет. Дәл қазір әрине тіл табысып, қарым-қатынас құруды жеткілікті түрде білемін. Бірақ солай мектеп кезінде және универге түскен кезінде істей алғанымда, қазір мықты адамдармен бірге күшті жобаларды ойластырып жатыр едік. Негізінен әлемдегі сәтті командалар, үлкен компаниялар, қоғам, тіпті мемлекет бастамасын түбі адамдардың топтасып, дұрыс қарым-қатынас құрғаннан басталады. Сондықтан кез келген әсіресе ер адам үшін қарым-қатынас құру қабілеті өте қажет. Қаншама адам ақша, бақыт сыйламайды деседі. Бірақ сол адамдар аман-есен өмір сүру үшін, отбасыңа жақсы тағам, сапалы медицина, қызықты демалыс сыйлау үшін, жалпы шын мәнісінде бостандыққа ие болу үшін ақша қажет екендігін мойындамайды. Мен де сондай адамдардың қатарынан болғанмын. Сондықтан өзгерткім келер ең маңызды дүниелердің бірі ақша табуды сол жастан бастар едім. Бизнеске басымды сол кездерден сұғатын едім. Қателік жасап, құлап, қайта тұрып, қайтадан қателесіп, тағы көтеріліп, түбі үлкен тәжірибені сол кездерден жинай бастар едім. Шынымен де осындай уақытты қайтару мүмкіндігі туса керемет болар еді. Бірақ өкінішке орай шын өмірде ондай мүмкін емес. Дегенмен де басқа мүмкін нәрсені білемін. Видеоның ең маңызды бөлігіне келмес бұрын, тағы да бір нәрсені елестетіп көрейікші. 8 жылдан кейінгі сен өзіңнің қазіргі денеңе түсіп кеттің делік. Істелген және істелмеген іс-әрекеттер мен 8 жылда жиналған тәжірибеңмен қазіргі кезіңе келдің. Қазір өзіңе не айтар едің? Менің ойымша, осы сұрақты қою қайда маңыздырақ. Себебі дәл қазіргі моментте осы видеоны және осы секілді видеоларды көріп, уақыт жұмсап отырған болсаң, онда ештеңе өзгермейді. 8 жылдан соң қайтадан өкінішпен өзіңе қазіргіні өзгертсем екен деген ғана кеңес бересің. Сол себепті келесі 8 жылдан кейінгі сен қазіргі өзіңе өкінішпен, өзгерткің келетін дүниелермен келмес үшін дәл қазір өзгеретін кездерің. Жаңа видеоның бірінші бөлігінде атап айтқан 4 басты пунктты бүгіннен, жоқ дәл қазірден бастап өзгертетін кез. Қазір диванда жатып алып, ютубтан, тиктоктан видео көргеніңді доғарып, барлық жауапкершілікті өз қолдарыңа алатын кез. Алдағы күндеріңді, өмірлеріңді жоспарлап, әрекетті бастайтын кез. Еш ерінбей, басқаға көңіл бөлмей, тынбай еңбек ететін кез. Өзіңді дамытатын кез. Жаттығып, мықты болатын кез. Намаз оқи бастап, дінге бет бұратын кез. Рекордтарға ойындардан емес, шын өмірден жететін кез.
Бәрін дәл қазірден бастасам, кейін 8 жыл өткен соң өзіңе тек қана мына сөздерді айтасың. Рахмет тыңбай еңбек еткенің үшін, рахмет жаттыққаның үшін, рахмет ақша тапқаның үшін, рахмет уақытыңды дұрыс жұмсағаның үшін, рахмет намаз оқығаның үшін, рахмет өзіңді дамытқаның үшін, рахмет берілмегенің үшін. Ал видео ұнаған болса лайк басып, каналға жазылуларыңды сұраймын. Бәрімізді алда үлкен белестер күтіп тұр. Тек қана сол белестерге өрмелеу қалды. Бірге өрмелесек жүгіміз жеңіл болады. Мен үшін бірінші белес 1000 жазылушы. Құдай қаласа бірге жетейік.